ұлағатты ұстаз Жұмагелді Дәулетбекұлы. 25-те бір тобының студенті Мақсұтбек Дидархан әкесі, дәстүрлі әннің бүлдірі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұрымбет Аркелов. Спорт шебері Дамир Қуатұлы. Жүзодан спорт шебері Тілеген Әбдішев. Бұл көзсіңге жаңсаға бұл көбесінде жастар енді жаңа компьютерге жетіп болады ғой. Сосын көрсін жаңа несін көзінің жаңа шешілердің жаңа мысалға ақаларын нелерін сызатта екі орындан маған шығарып береді. Мен жаңа әсемдеп, өңдеп, бояп жаңа мысалы балалардың қолынан шыққан домбыраларды жүрді оқушылардың. Яғни жерде қасқырмен бүркітті мен өз қолмен жасаған. Мына жерде көзінен шығарған нелері ол көбісін лазермен шыққан Жамбыл Жабаевтың Бауыржан Момышұлының портреттері. Сол жерде жұмысы. Қарынан жау жүзі жасқанатын, қадамынан жақсылық басталатын, кірлетпейтін, заманда шастаратын, қуантатын атана қосқанатын, ұл боларсың сонда сен. Тілейдәке ұлға дәріс қызға бақ, соны ойла сатылай кеуде сыздамақ. Шаңырақтың есігер болса ол, қыз еркесі, қыз өрісі қыз қонақ. Солығы су аша түсер тығызды, талаярымын өмірге әкенің, жүзін жерге қаратпауға тырысты. Үзу тұруына қазақтың ұлттық өнерін, қазақтың жаңағы тілін бәрін шамам келгенше қол өнерін болсын әке көрген Оғжан Арпет. Енді Ілияс мырза да біз араласып жүреміз. Әредіп көрген олар үйде соңынан қолын ұстаған домбыраның тиегін жасап, соны әрі қарай дамытып, мынау кезіндегі әкеміз ұстаған қазақтың кәдімгі қамшысын өр, соларға кішкене болса да естерінде қалсын. Себебі мен әкем мені осы қамшының өр деп қинаған жоқ. Сол көретін ниеті бар бала бір-екі қараса ол үйреніп алады. Сондықтан да бәрінен де ниет, сондықтан да қазір мен отырған балаларым, бауырларым, арықтарыңызға айтарымыз, сол әкенің жаңағы істеген жақсы әрекетіне көз қырларыңызды салып жүрсеңіздер. Екеуміз бірігіп қосылып бір ән салып көрмеппіз. Анда-санда бір отырып жай айтамыз, жай. Әкелер перзент үшін заңғардайын, ұрпаққа үлгісіңдер сендер дәйім. Тағдырдың дауылына қарсы тұрып, тасқа да әкенің тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды деген тақырыпта іс-шарамыз өтіп отыр. Бұл іс-шараның негізгі мақсаты адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасындағы ата-аналар мектебі жобасын жүзеге асыру болатын және әкелер мен балалардың ортасында алтын көпір орнату болатын. Отырған өздеріңіздің алтын уақыттарыңызды келіп отырған ата-аналарға алғысымды білдіремін. Колледж әкімшілігі атынан және колледж директоры Мамыраева Баймағамбетқызының атынан барлықтарыңызға алғыс білдіремін. Тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды атты танымдық кездесудің қонағы болып, отбасы тәрбиесіндегі әкенің рөлін танытуда өз өмірлік
бұйрығына